Жақында бір киноға бару керек еді ше, иә. Мә, я бару керек. Ей, тоқтай тұр. Мен дүкеннен бір-екі зат алып керек едім. Сен кіресің бе? Жоқ, мен кірмеймін, сен кіре бер. Мен осы жерде күтіп тұрамын. А, жарайды. Тұра ғой, жарақаттан қалмадың ба? Жоқ, ештеңе етпес. Жарайды енді, байқап жүрмейсің бе? Ей, Марат, жүрге түскенге мен саған ұтылған затымды әперейін. Жақсы ұл. Әсел, кеттік. Әсел. Жүрсей? Иә, кеттік. Ей, не болды? Соншама тесіліп қарап тұрсың ғой? Жай. Айгөз, мына сабақтардың бәрі бес болатындай болсын. Түсіндің ба? Әйтпесе мына екеуі шашыңды алатын болады. Түсіндің ба деймін? Давай тез бол. Осындайлар түсінбеймін ше, сүмірейіп алып бәле ғой. Мысық құсап. Айтпаш, өздерінше білімді тәрбиелі қып көрсеткісі келеді. Біздің мектеп ашық есік болып кеткен. Кім көрінгендер оқи беретін болыпты ғой. Киініп алған қараш профессор сияқты. Білімді сабақ. Қанша білімің болса да, мынандай элитный мектепте қанша оқысаң да, біз сияқты бола алмайсың. Айка, осының бар ғой, ұзын шаштары ұнамайды ше. Шаштарын тықырлап алып тастасаң ғой шіркін. Не болды Дастан? Қыздар, жігіттер, менде бір зор идея бар. Қандай? Жүрсеңдерші көрсем. Болат. Ау, Жүрсей ма сабақтарын тыңдай бермей? Ғани қайда? Ғани ма сыртта жүрген? Аягөз, бәрі дұрыс па? Иә, ойындама. Олжас, жүр сотқа. Кеттік Олжас. Аягөз, Дастандар сені мектептің артқы жағына шақырып жатқан еді. Дастандар ма? Е, Оларға не керек? білмеймін, бірақ тез бармасам болмайды екен. Жарайды, жүр онда. Жо, мен қосымшаға кешке жатырмын. Сау бол, Аягөз, жолығамыз. Олжас. Келдің бі? Сендерге не керек? Мынаның тілі шығайын депті ғой. Аягөз, тиктоктың жұлдызы болғың келе ме? Біз сені қашан қосылай жүреді деп сені ашып, лай. Жұлдыз қылмақшымыз. Қарсы емес шығарсың? Конечно, қарсы емес. Бұны мен не демекшісіңдер? Дастан! Қайда жүрсіңдер? Жаңа өсақта боламызды келістік қой. Дастан, бұл ойынды қолдамайын дедім ғой. Қойсай, қызды қинап қайтесің. Сендер де Аягөзге ғашық болып қаласыңдар ба? Ғашық болсаңдар болмайтындар. Не деп тұрсың? Әрбір қыз әпке қарындасым демес па? Дастан, сенің де қарындасың бар емес па? Оның үстіне Рамазан айы жігіттер. Құдайдан қорықсаңдаршы. Қыздарды қорғауға болмайды. Егер де біреу соны сенің қарындасыңа істесе не істейсің? Сіз сонда мынаны менің қарындасым салсып тұрсың ба? Айтпады деме. Ертең ат жаман болады. Кеттік Ғани. Дастан, біз сені дос ретінде сыйлаймыз. Бірақ нәрсең болмады. Ойынға қатыспасаңдар бағыңдаршы. Жігіттер, қыздар. Не, мә, қайшылай. Жігіттер, Аягөзді жақсылап ұстаңдар. Жіберіңдер, кетпеңдер маған. Әйтпесе сендерді. Әйтпесе не, полицияға айтпапсың ба? Олар саған көмектесе алмайды. Кімің бар сенің? Әкеңде жоқ. Анау әлде інісі мағың ба? Біліп қой, сенің ешкімің жоқ. Сені ешкім де құтқара алмай, өтініш жіберіңдерші, кетпеңдерші маған. Достар,
біз бүгін тікелей эфирде аягөз сыныптасымыздың шашын өз еркімен қысап беретін боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Жіберіңдер, тиіспеңдер маған. Олар саған көмектесе алмайды. Өтініш беріңдерші, тиіспеңдерші маған. Кімің бар сенің? Әкең де жоқ. Анаң де ілесі мағың бар. Тиіспеңдер. Өтініш беріңдерші мені. Я саған ешкім көмектесе алмайды. Аягөз, қызым, бұл сен бе? Келе ғой. Әдемілеп шай ішіп алайық, сосын сыртқа шығып серуендейміз. Аягөз? Аягөз? Саған не болған? Аягөз? Аягөз? Ей, мынау не? Шашыға не болған? Қызым? Анашым! Тынышталшы. Аягөз, айта қойшы, мынаны кім істеді? Аягөз, не болған шашыңа? Кім істеді бұны? Қызым, сабыр ет. Жүр ғой, ішке кірші. Жүр, ішке кіре ғой. Жүр, су іше қойшы. Жүр. Дастан, сен менің әпкеме не істедің? Қандай әпке, сен не деп тұрсың өз? Ақымақ, Аягөз менің әпкем. Оны қорлауға не ақыларың бар сендердің? Сендерді де жігіт дейді ау. Не әлде әкесі жоқ деп күшін көрсете бересің ба? Мынаған қарашы өз, кіп кішкентай ол. Дастан, бұлар мектепке отбасымен кіріп алған сияқты ғой. Сен орныңды біле атыла бермей, күшің де жоқ. Сен қайтаға рахмет айт. Біздің арқамызда әр сәнді, әр танымал болып тұрсыз ба? Сен не деп тұрсың не? Балалар, тыныштық па, не болып жатыр? Ештеңе. Қазір сабақтарыңа барыңдар. Сабақтарыңа дайындалыңдар, қазір тұрайын. Ей, Марат, не болды? Бұл сенің қайсысы ханың, а? Сенің мұндайың жоқ еді ғой? Бар, сабағыңа бар. Әкесі жоқ деп күшін көрсете берме. Есесіне оны қорғайтын мен бармын. Аягөз, кешірші мені. Мен ондай болатынын білмедім. Рас айтам. Білгенде жібермес едім. Кешірші мені, Аягөз. Достар, біз бүгін тікелей эфирде аягөз сыныптасымыздың шашын өз еркімен қысап беретін боламыз. Енді түсінесіз ғой, жас өспірімдердің арасында нелер болмайды. Оның үстіне тәніне ешқандай зақым келмеген екен. Ал шаш деген не, ол ертең-ақ өсіп кетеді. Сабыр сақтаңыз, е? Сіз маған қалай сабыр сақтаңыз деп отырсыз, а? Сіздің қызыңызға дәл осылай жасаса, сіз не? Үндемей отырасыз ба? Дереу ата-аналарына хабарласыңыз. Болмаса, мен бәрінің үстінен арыз жазам. Енді ол не дегеніңіз? Сабыр сақтаңыз. Бұл балалардың жазасын мектеп заңы бойынша өзіміз беретін боламыз. Оны сыртқа шығарып, былай даулықтырудың қажеті жоқ, е? Мектептен комиссияны құрып, керекті шараны қолданатын боламыз. Сіз маған сеніңіз, уайымдамаңыз. Егер бұл сыртқа шығып, даулығып кететін болса, мектептің абыройына ғана емес, Аягөзге де зияны келеді. Сондықтан да сабыр сақтаңыз.
Ал керекті шараның барлығын біз өзіміз қолданатын боламыз. Сіз уайымдамаңыз. Тыңдаңызшы. Сал жерден ба? Қоңырау уақыты болып қойыпты ғой. Жүр, қазір кешігеміз, болды, все. Шариғатқа келетін болсақ, Құдай тағала қыз баланың дұғасын тез қабыл ететіндігі жөнінде хабарлар бар. Өйткені қызды естіп жатыр. қорлаған немесе Болат. Ау, Не көріп отырсың телефонға? Кіріп кетіп. Дастан, мына жақта күшті насихат айтып жатыр. Соны көріп отырмыз. Айтпыш. Жігіттің я анасын, я қарындасын, я әпкесін, я әйелін болашақта, я қызын басқа біреулер қорлайтын болып шығады екен. Вот тапты. Сен де скоро осындай имам соқ болады жасында. Бір қыздың намысы үшін Кет. түгел ауыл жігіттер қырып берген кездер болған. Қызды ренжіткен адамның оңбайтын, оңбағанды қалай десе, сол мысалға бір еркек бір қызды қорлайды, бір қызға тиіседі, бір қызды жылатады ғой. Сол жігіттің я анасын, я қарындасын, я әпкесін, я әйелін болашақта, я қызын басқа біреулер қорлайтын болып шығады екен ғой. Қайтарымы бар екен да. Әсел, математикада емтиханға дайындалдың ба? Дайындаламыз ғой, не асығыз? Енді бағаларымыз нашарлап кетпесін деген бұл. Ой бұл, менде бүгін Қарақат мектебінен домбырадан қосымша екен ғой. Әсел, сен бүгін жалғыз қайта берші, мен кете берсем. Ну ладно, сау бол. Сау бол. Қыз, қайда барасың? Үйге? Үйің қайда? Апарып тастайын ба? Жоқ, мен өзім бара аламын. Рас па? Мен үйімді таппай адасып жүредім. Мына көше қай көше, айтып жібересің бе? Ол Бауыржан Момышұлы көшесі. Аймауытов көшесі қайда? Ол ана жақтарда. Мен апарып тасташы сонда. Өзіңіз бара беріңіз, мен асығып тұрмын. Ей, тоқта! Тыныш! Бұл саған ұнайды. Жібер, көмектесіңдер! Ей, құрыға! Құры жоғал! Болды, қорықпа. Ол кетіп қалды. Қарашымнан ау оңбаған. Жарайсыңдар жігіттер. Сендер сияқты ер азаматтар көп болса, біздің қыздар ешқашан жыламас еді. Біз сендерді мақтан етеміз. Рахмет балам, үлкен рахмет. Осылай қыздарды құтқарып, қаһарман болып жүре беріңдер. Жақсы, сау болыңыздар, онда біз кеттік. Жақсы жолдарың болсын. Сау болыңдар. Жаным сау. Ал, жазыңыздар. Балам. Әсел, бәрі жақсы ма? Шеріңіз зақым келмеді ма? Қайдан жаңа? Болғым? Балам ғой. Ағасының мен. Сен сабыр сақта. Біз ол оңбағанды іздестіріп жатырмыз. Тапсақ сазайын берерміз. Сен одан да мынау қарындасыңа көмектескен жігіттерге алғысыңды айт. Кім еді ол? Әлгі параллель класстағы Марат деген бала ғой. Марат? Сол мені жаман кісіден құтқарған. Қандай қиындықтан тап болсам да, қасымнан табылатын. Қызым, ол саған алдында да көмектесіп еді? Иә, есіңізде ме, мам? Мен мектептен қайтып бара жатқан кезінде маған көмектескен болатын. Иә. Аға ол өте мейірімді жақсы бала. Бір күні үйіне барып, сыйлықтар беріп, алғыс айтып қайтайық. Жарайды,
рахметімізді айтамыз. Алғысымызды айтамыз, иә балам? Әкеңіз андап жатыр. Алло, папасы? Иә, қызымыз аман есен, шүкір. Оны іздестіріп жатыр. Марат, тоқта. Саған әңгіме бар. Марат, кетек шабы жерден, маған ұнамай тұр. Не демексің? Таяқ жегің келе ме? Марат! Қарашына батырсымақты. Марат, саған шын жүрегіммен алғыс айтам. Кеше қарындасым өлім аузына құтырып қапсың. Саған ризам, ер жігіт екенсің. Ха, сенің қарындасың бе? Кез келген ер жігіт қыз баласына көмек беріп, қамқорлық жасау керек. Шашын қырып қорлау емес. Ол үшін де кешірім сұрайын сенен. Менен емес, әпкем Аягөзден кешірім сұра. Егер Аягөз кешірсе, мен ойланып көрем. Алло? Балам, Мам. ана оңбағанды полицейлер ұстапты. Қауіптен де құтылдық. Бірақ балам қарындасыңа қарап жүр. Өзін жалғыз ешқайда жіберме. Түсіндің ба? Мам, түсіндім. Аягөз, Дастан, тағы да тренд түсіреміз бе? өніңді өшір. Түсінбедік. Түсінбейтін несі бар? Бәрің Аягөзден кешірім сұраңдар. Аягөз, білем, кешірмейтін жарсың. Бірақ істеген ісім үшін сенен шын жүректен кешірім сұрайым. Енді қорықпай жүре берсең болады. Саған қолымыздың ұшын да тигізбейміз. Ары қарай ақталуға тілім бармайды. Кешір. Қайырлы күн, балалар. Ал орнымызға отырамыз. Сабағымызды бастаймыз. Бүгін 28 наурыз. Имам айтпақша, қыз баласы өте әлсіз келеді. Оларға зорлық зомбылық еткен дұрыс емес. Бұл дүниеде адам баласы істеген ісінің қарындасын әлбетте алады. Мысалы, біреудің әпкесін немесе қарындасын ренжітсеңіз, сіздің де әпке қарындасыңызды дәл сіз сияқты көру, қорлық көрсету әбден мүмкін. Қысқасы жігіттер, адам болып дүниеге келген соң адам болып қалайық.